Сәлем достар, бүгін бір жасағаннан мінсіз шығатын таңғы асқа сырниктер дайындаймыз. Міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңырауша мен лүпілді басуға ұмытпаңыздар. Ал мен сіздерді жаңа рецепттермен қуантып отырамын. Алдымен 400 грамм брекет ірімшігін алып, шанышқының көмегімен жақсылап еземіз. Егерде сіздерде дәнді ірімшік немесе қолдың ірімшігі болса, блендердің көмегімен жақсылап ұсатып алыңыз. Енді сатылған ірімшігіміздің үстіне 2 ас қасық ұн, 1 жұмыртқа, қант және де ваниль ұнтағын қосып, біркелкі массаға айналдырамыз. Қант құрамын өз талғамыңызға қарай бақылауға болады. Ірімшік массасы қолға жабыспайтын нәзік болып шығуы тиіс. Енді жарты алақаныңыздай ірімшікті алып, тақтайшаның үстіне азғана ұн сеуіп, стакан немесе кружканың көмегімен дөңгелек етіп, бір формаға келтіріп аламыз. Сырниктерді осылай дайындап, ұзақ мерзімде тоңазытқышта ұстауға болады. Сырниктерді қуырмас бұрын 10-15 минут мұздатқышта ұстап алсаңыз, қатып, өзін жақсы формада ұстайды. Енді қызып тұрған табаға сары майды жағып, ерітіп алған соң, үстіне сырниктерімізді салып, оттың орташа жылдамдығында шамамен 3-4 минут табамыздың бетін жауып, сырниктеріміз дайын болғанша қуырамыз. Видеода көріп тұрғаныңыздай, сырниктер өз формасын жоғалтпай, әдемі дөңгелек болып піседі. Осылай 5 минутта тез әрі дәмді жасалатын қарапайым таңғы ас дайындап, күніңізді сәтті өткізіңіз. Видеоны соңына дейін көріп, мені қолдауларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, қоңырауша мен лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын.